Экспо 2017. Бұл жоба туралы Қазақстанның әрбір тұрғыны естіген болар. Бірақ Экспо дегеніміз не? Мақсаты мен мұраты қандай? Оның бізге берері бар ма? Экспо бүкіл әлемдік көрме. Википедияның тілімен айтқанда, индустрияландырудың нышаны мен техникалық технологиялық жетістіктерді әлемге паш ету мүмкіндігі. Экспо көрмесінің тарихы сонау 1851 жылдан бастап болады. Тұңғыш рет ол Ұлыбританияда өткен. Көрме сол уақытта темір мен шыныдан жасалған Хрусталь сарайының құрылысымен ерекшеленді. Алғашқы әлемдік көрмеде өндірістік тауарлар, көліктері және көркем өнер заттары келушілер назарына ұсынылды. Ұлыбританияда өткен көрменің әсері аз уақыттың ішінде бүкіл әлемге технологиялардың тез таралуына ықпал етті. Бұдан соң көрме тек бір ғимаратпен шектелмей, оны өткізу үшін тұтас қалашықтар салына бастады. Мысалы, Париждегі Эйфель мұнарасы да осы халықаралық көрмеге орайластырылып салынған еді. 1928 жылдан бастап Экспо ұйымымен халықаралық көрме бюросы айналысады. Оның құрамына 168 мемлекет кіреді. Көрмелер көптеген мемлекеттердің басын қосып қана қоймай, түрлі кезеңдерді біріктіреді. Экспо өткен уақыт қазіргі уақыт пен болашақ арасындағы көпірге айналып отыр. Әдетте Экспоға қатысуға дарынды ақындар, суретшілер, мүсіншілер тартылады. Вагнер, Штраус, Верди көрмеге арнап музыкалық шығармалар жазса, қылқалам шеберлері Мане, Дали және Пикассо суреттер салған. Өндірістік даму мен алға ілгерілеуді білдіретін Экспоны өткізу бұл елдің болашақ жетістіктерінің кепілі. Сол себептен Қазақстан көрмені ұйымдастыруға қызығушылық білдірді және әлемдік бірлестік тарапынан қолдау тапты. Көрме неге елімізде өтпекші? Себебі Қазақстан Азия мен Еуропаның қиылысында орналасқан. Мыңдаған жылдар бойы еліміздің аумағынан түрлі өркениеттер тоғысты. Нәтижесінде мұнда ерекше мәдениет қалыптасты. Бұл Қазақстанның ең басты байлығы. Экспо 2017 көрмесі Астанада өтеді. Ол кездейсоқ таңдалған жоқ. Астана әлемнің жаңа ғажайыбы, көз алдымызда бой көтерген, дамып келе жатқан жас шаһар. Елордамыз қазақ халқының шығармашылығының және алға басуының нышаны болып табылады. Бұл қалада шығыс пен батыс мәдениеттері үйлесім тапты. Еуразияның дәл ортасында орналасқан жас Астананың белгісі, өмір ағашы бәйтерек болса, Экспо 2017 рәміздері ретінде тенгри мен бөрі тұмарлар таңдалған. Экспо 2017 көрмесінің тақырыбы болашақ энергиясы. Болашақ энергиясы бағдарламасының мақсаты ғаламшар тұрғындарын климаттың өзгеруі мен көмір қышқыл газдың шығарылуына азайтуға бағытталған күреске шақыру. Көрме жасыл экономиканы дамытып, жаңартылатын қуат көздерін пайдалану мақсатын тұтады. Табиғатқа зиян келтірмей, күн, жел мен судың қуатын қолдануға болады. Бүгіннен бастап болашағымыз туралы ойланбасақ ертең кеш болады. Ол 2017 жылдың 10 маусымы мен 10 қыркүйек арасында өтпек. Оған 100-ден астам мемлекет, әлемдік көшбасшы компаниялар мен 3 миллионнан астам адам қатысады деп күтілуде. Көрме барысында жұртшылық назарында жүрген баламалы қуат көзі, жасыл технология мәселелері бойынша жаңа шешімдерді табу көзделген. Көрмеден кейін елімізде заманауи мәдениет және өндіріс нысандары Экспо алаңы құрылып қана қоймай, біздің экономикамыз дамуында үлкен қадам жасалмақ. Экспо көрмесінде адам өміріне пайдалы көптеген технологиялар, ғылым жетістіктері көпшілік назарына тұңғыш рет ұсынылатын болады. Экспода көрсетілген өнертабыстарсыз бүгінгі өмірімізді елестетуге болмайды. 2017 жылдың көрмесі бізге қандай жаңашылдықтарды паш етеді? Ол енді уақыт еншісінде. Бірақ оның болашаққа жасалған қадам болатыны сөзсіз. Астанада өтетін Экспо 2017 тек адамзат проблемалары мен әлемнің экономикалық өсімін ілгерілетіп қана қоймай, Қазақстан үшін де өз пайдасын әкеледі. Ол әлем деңгейінде біздің отанымыздың беделін асқақтатпақ. Мемлекетімізге шетелдік инвесторлар тартылып, ал Астана гүлдене түсетін болады. Көрмеге орайластырып салынған барлық нысандар кейін еліміздің тұрғындары мен Астана қонақтары игілігіне жұмыс істемек. Қазақстанның әрбір азаматы болашақ энергиясы көрмесінің ұйымдастырылуына көмектесіп, өз үлесін қоса алады. Себебі басты энергия ол адамзат қуаты.
Экспо 2017 көрмесі Қазақстанның елордасында 2017 жылы өтті. Оған 115 мемлекет және 22 халықаралық ұйым қатысты. Көрмеге 3 миллион адам қатысты. Мәтіннің соңғы сөйлеміндегі тұралаусыз мүшелерді ата, оларға сұрақ қой,